Сәлем достар, сіздермен бірге НК Life Blog. Еркесі маханисың ғой? Мисте, мынандай қылса бар ғой, еркесі махан сияқты миллион подписчигім болады екен, сол үшін подписка лайк басып, Біз қайда шықтық? Так, біздер деген базарлар демалса да біздер базарға бара береміз. Қайсы базарға шықсам базарға барамыз. Жұмысымыздың барлығы базармен связано болып кетті ғой. Базарға қарап тұрсаң әркім барар дейді. Әркім екінші қатар ұмытып тұрмын. Әркім өзіне іздегенін сол базардан табады дейді. Іздеген алар ма, табар ма, сонда бір нәрсе ғой? Әркім өз іздегенін табар ма? Ит маржанда не қылсын деген сөз бар дейді. Сәулесі бар жігіттер бір ойланар дейді. Абай? Абай? Конечно, Абай. Ит маржанда не қылсын деген сөз бар дейді. Сондықтан бізде қазір Инстаграмда, Ютубта болмайтын нәрселерді көре беретіндер көп қой. Болмайтын нәрселерді. Өзі алдына мақсат қойған адам керек нәрсесін іздеп тауып алады. Ал мақсаты жоқ, ешқандай адамдар жай бір болмайтын тірліктерді көріп жүре береді. Осындай нәрселерді бөлісіп отырамын, лайфхактарды, осындай лайфхактарды бөлісіп отырамын сіздерге. Сондықтан НК Life Blogқа жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Не шақта блогымыз сіздерге пайдалы болғанын қалаймыз. Өзімізге де, және сіздерге де көріп отырған. Сондықтан пікір жазып, комментарий жазып, не шақта қолдап отырсаңыздар, біздің видеомыз көп болады. Топтан шығатын болады. Машина алмағанша өсіп жүреміз таксиста. Таксиста күтіп тұрмыз. Бірінші такси кетті. Ал бісміллә. Дүйсенбі күні Алматыда тек қана Алтын Орда базар жұмыс жасайды. И мұнда адам көп. Мәсаған, базардың екі ортасында машинада жүре бере ме? Мен уже біраз болдым ба келмегенде? Өткенде келдім, бірақ түсінбедім. Сіз торттың доставкасына келдіңіз ғой? Демек, Алтын Орда базарында да біздің клиенттеріміз бар. Бір түрлі сөйлеп тұрды. Ой, мында жүрмексің? Кішкентай екен. Маған детский печатка көрсетіп тұр ғой, саған осында келгенсіз ба деп. Базарға барған кезде қолдарым күн қалмады. Ой, кеше мен келдім ғой, қолым қатып қалып тұрам, и былай жүрем. Қандай символдар қыздарға? Апорт сауда үйінде жүрмін. Қандай оқиға болған білесің бе? Мені бір оқырманым көріп танып қойды. Сондай қуаныштымын, уже далада таниды. Қуаныштымын, уже сауда орталықтарында болсын, да болсын, танып, біліп, амандасып жатады. Бұнда оқиға бірінші рет емес, бірнеше рет. Және де өмірі әбіржіп жүрген кезде, қалай болса солай жүрген кезде, асығып жүрген кезде осындай оқырмандарымды кездестіріп, амандасып, тілдесіп қаламыз. Рахмет, баршаңызға шын жүректен қуаныштымын. Рахмет. Мінекей мына бір керемет торт. Заказчик алып кетуге келіп тұр. Для заботливого мужа. Өте керемет торт, әдемі. Және де маңында тортқа қажет торттар келді. Бұл шоколад. Тағы да шоколад. Және Орео печеньесі.
шоколад, сникерс, апельсин, жұмыртқа, сүт. Осындай тортқа қажет заттар келді. Менде бүгін нешінші күн? 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы күн. Ура, 6-шы күн. Енді 4 күн қалды. Бүгін алсам 4 күн қалады. Иә, тез өтіп кетті. Жатамыз деп. Қазір укол аламын. Еще система аламын. Нағыз мен жылатуға келді. Вот менің көмекшім. Жатыңыз. Азандай. Құралы әр күн сайын деп жатырмын, әбден үйреніп қалыппын. НК Life блогтың арнасына видеоны салып жатырмын 2 қараша. Яғни кешегі күн, бүгін 3-і. Монтаждап салып жатырмын. Енді уақытым болып, енді монтаждап жатырмын. О, шықты, опубликовать. Рафаэлла тортын уже жасадым. Видеоны каналға салдым. Онлайн мастер-класстың видеоларын түсірдік. Мінекей, жарық, фон барлығы тұр. Рафаэлла торты өте керемет. Және молочная девочканың корждары. Лупи пай. Жартылай дайын емес. Молочная девочканың корждары. Және красный бархат тортының корждары. Көп. Лупи пай тортының корждары алып біттім. Одан кейін біраз жұмыстар бітірдік, видеоларды түсірдік. Енді кішкене шаршаңқырап тұрмын, көзімнен ақпай қалып тұрған шығар. Көзім қатты прям қызарып кеткен уже. Енді маған су ішуге болады. Маған системадан кейін 2 сағатқа дейін су ішуге болмайды негізінде. Енді қазір ура деп уже уақытын тағатсыздана күтіп едім. Сол уақыт келіп жетті. Енді су ішетін боламын. Альхамдулиллах. Аллаға сансыз шүкірлер. Және де оқырмандардың арасында өздерінің активнылықтарын көрсетіп, үнемі бізді қолдап, үнемі бізге пікір жазып жүргендерге шын жүректен алғысымды айтқым келеді. Ол пікірлердің барлығын біз оқимыз, көреміз, қуанамыз. Шынымен андай бір көтеріп тастайды. Жарайсыздар, сіздердің қолдарыңыздан келеді, тағысын тағы деген сөздер. Яғни ол мотивация береді да бізге бір. Аллаға шүкір. Осындай оқырмандарымның барына, сіздердің барларыңызға Аллаға шүкір дегім келеді. Басқа сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес маған. Орамал емес, сондай кофтаның шапкасын киіп түсіріп тұрмын видеоны. Солай баршаңызға алғысымды білдіргім келеді. Және де рум-тур түсіресіздер ма, немесе асхананы толыққанды видеоға түсіресіздер ма дегендерге айтқым келетіні. Әзірге ондай видео түсіргім келмейді. Өйткені біз пәтерді жалдап тұрамыз, сондықтан рум-тур әлі түсіргім келмейді. Алла қаласа, өзіміз үй сатып алып, пәтер сатып алған кезде міндетті түрде рум-турды түсіретін боламын. Өзім қалағандай етіп, бөлмелерді, ас бөлмені қалағандай етіп, мебельмен, жиһаздармен толтырған кезде міндетті түрде рум-тур түсіретін боламын. НК Life блог, қалайсыздар? Істерсің? Мен өз алғысымды білдіріп жатырмын. Өйткені өте көп оқырмандарымыз бізге жарайсыздар, қолдарыңыздан келеді деп бізге поддержка беріп жатыр. Соларға өз алғысымды білдіргім келіп тұр. Рахмет барлықтарыңызға. Әрине барлықтардың пікірін оқимыз, көреміз. Көреміз, оқимыз. Бірақ мен өзім оқи алмаймын, өйткені уақытым болмайды кіріп оқуға. Маған өтімлене, мен шынын айтсам, мен үшін YouTube өте бір орын алатын әлеуметтік желі. Мен мысалы WhatsApp'та, Instagram'да уведомление дейді ғой, хат келіп тұрады ғой, біреу лайк басты, біреу пікір қалдырды деген сияқты. Ондайдың барлығын алып тастағанмын. Ал бірақ YouTube'да қалдырғанмын. Себебі білмеймін, YouTube жақтан келетін комментарийлар барлығы маған жақын. Сіздер, біздер барлығымыз бір отбасының адамы сияқтымыз, бөлшекпіз. Бір талай
Альхамдулиллах, Аллаға шүкір. YouTube'дағы оқырмандар. Айтпақшы, бүгін жолды түсірдік пе? Иә. Өтпесеңізші енді біз. Не? Искеп отырмын ғой. Болмайды искеуге. Ай ма? Бізде бірдей кофта. Қай жазған? Пила ма? НК лайфтың құрметіне. Иә. Және де осы арнаға арнап, арнайы тизер түсіреміз, арнайы фотоға түсетін боламыз. Тизердің барысын көрсетіп отырамыз. Иә, қалай түсіреміз, не жасаймыз. Сосын Иә. Қазіргі таңда НК блогтың, яғни бұрынғы Құралай Бегімнің видеолардың барлығын мен өзім соткада монтаждап, соткада істеп жүрмін. Сондықтан әзірге мен тизерді жасай алып жүрген жоқпын. Енді тизерді мына кісіге табыстаймын. Тизер жасап, каналды толыққанды қолға алатын боламыз. Бұйырса монтаждаймыз. Мені білетіндер видео монтаж жасайтынымды жақсы біледі. Иә. Бұйырса енді YouTube'қа келіп жатырмын. YouTube'қа қадам басып жатырмын айтқанда. Қош келдіңіз. Біздің YouTube әлемімізге. Кеттік па? Баршаңызға қайырлы түн, түндеріңіз тыныш болсын. НК Лайф блогта ертең жүздескенше.